Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Тоқылдақтың неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Мұса пайғамбардың қауымында қолының сұғы бар бір ұры болыпты. Қауымда одан зиян шекпеген адам қалмапты. Төңірегін түгел зәр қақсатқан баукеспе еді. Мұсаның асат аяғын ұрлап, пайғамбар болғысы келеді. Бір күні түнде іргеден баспалап келіп босағада сүйеулі тұрған асат аяқты білдіртпей алып кетті. Үйіне әкеп асат аяқты қуысқа тыға бергенде ол қара шұбар жыланға айналып өзіне тап берді. Ұры жан ұшырып, ойбай, жылан деп ауылды басына көтеріп айғайлады. Көрші қолаң түгел жиналды. Мұса да жетіп үлгерді. Асат аяқтың ұрлағанын біліп, жаныңа жан жуымасын, басыңнан қайғы арылмасын, өркенің өспесін, өзегің жарылмасын деп ашу үстінде теріс бата беріпті. Тәңірі тағала ұрыны сол мезетте тоқылдаққа айналдырып жібереді. Ұлық Құдай оның ырыздығын ағаштың өзегіне жасырды. Тоқылдақтың ешбір құсқа жуымай ертелі-кеш ағашты тұмсығымен соққылап құрт-құмырсқаны азық ететіні осыдан екен. Әрі қарай тоқылдақ туралы қызықты мәліметтер. Тоқылдақ ағашқа бір күнде 8.000-12.000 соққы жасай алады. Олар көп энергия жұмсайды, сондықтан үнемі аш жүреді. Күніне 1000-2000 құмырсқаны жеп қоюы мүмкін. Тілдерінің ұзындығы 10 см. Тілде тікенектер болады. Олардың көмегімен жәндіктерді ағаштан суырып алады. Олар қоңыздар, құмырсқалар, жемістер, жаңғақтар, дәндер және ағаштың шырынымен қоректенеді. Бұрғылау кезінде тоқылдақтың басының жылдамдығы атылған оқтың жылдамдығынан 2 есе артық болады. Оны орман дәрігері деп атайды. Тоқылдақтар жәндіктердің шамадан тыс көбейіп кетуіне жол бермейді. Соның арқасында ағаштағы зиянкестер азайып, орман сақталып тұрады. Ересек тоқылдақтар секундына 20 соққы жасайды. Сондықтан олардың бастарының қозғалысын анық байқау мүмкін емес. 1995 жылы бұл құстар НАСА-ға зиян келтірген. Discovery зымыранына бірнеше жерден тесік жасап, ғарышқа ұшатын уақытын бірнеше айға создырып жіберді. Қазіргі уақытта олардың 220 түрі белгілі. Өмір сүру ұзақтығы 4-11 жыл. Жасыл тоқылдаққа қатысты қызықты мәлімет бар. Егер оның дауысы естілетін болса, 1 минуттың ішінде жаңбыр жауады деген ырым бар. Ең үлкен түрі корольдік тоқылдақ. Оның ұзындығы жарты метрге дейін жетеді. Өкінішке орай тоқылдақтың бұл түрі жойылып кетуге жақын. Оларды Антарктида, Австралия, Жаңа Зеландия және Мадагаскарда кездестіре алмаймыз. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.